أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ардақты ағайын, қадірлі мұхтарам мұсылман бауырлар, бүгінгі қасиетті Рамазан ораза айындағы мына жұма күнін Алла Тағала сіздерге мүбәрәк қылсын, құтты берекелі болсын. Мына Алланы жақсы көріп, Алланың діні исламды жақсы көріп, Алланың үйі мешітке басып келген әрбір қадамдарыңызға көріп тұрған Құдай әжір, хасанат, жақсылықтар, еселенген сауаптар Алла Тағала нәсіп етсін. Қазақ айтады ғой, Алла деген ар болмас, Құдай деген құрға алмас, хақтың жолы тар болмас дейді. Осылай Алланы еске алып, Аллалап өміріміз өтетін болса, құрметті ағайын, біз екі дүниеде қор болмаймыз. Адамзатты жаратқан Алла, ол біледі ғой, адамға не пайдалы, не зиян, нені істеу керек, нені істемеу керектігін Алла өте жақсы білуші. Осыны білген Алла біздерге бұйырат: ей құлым, сен осы амалдарды жаса, мына амалдардан нәпсіңді тый деп бізге пайғамбар жіберіп, қасиетті Құран кітап түсіріп, мұсылманша өмір сүрудің жолын көрсеткен, жолын үйреткен. Біз сол жолды үйреніп, амал етіп, соны ұстанатын болсақ, бекем. Атадан қалған осы имани жолымызды біздер жаман болмаймыз ағайын. Бүгінгі сол жұмамыздың тақырыбы, уағызымыз Алла және оның елшісі пайғамбарымыз, Алланың сәлем болсын, сол кісі үйреткен зекет жайында болмақ. Зекет бұл шариғатта мына 5 парыздың бірі. Зекет беру арқылы адам өзінің бизнесін, өзінің мал дүниесін одан сайын кірден тазартады, одан сайын берекеге бөлендіреді. Адам ниет етіп сол зекет садақасын берген кезде оныңқы керісінше азаймайды, ол керісінше көбейеді, берекеге бөленеді дейді. Оған дәлел қасиетті Құранда Құдай 32 жерде зекет жайлы айтады, қайта-қайта айтады. Сізбен бізге ұғынықты болу үшін. Ақимус сала ва атуз зака. Ей, Алланың құлдары, сендер намаз оқыңдар. Сонымен қоса, кімде мүмкіншілік болса, нисап мөлшерінде байлығы асса, ақшасы көбейсе, оған зекет беру парыз болады. Зекетіңді бер дейді. Демек, құрметті қадірлі жамағат, зекет сөзінің бұл шариғаттағы терминдік мағынасы Алла разылығы үшін жаңағы нисап мөлшеріне келген байлығы бар адам кедей, кепшік, кембағал жандарға, яғни қасиетті Құранда 8 түрлі топты айтады Алла Тәубе сүресінде. Соларға зекетті таратып беруді бұйырады. Кімге? Мына сізбен бізге мүмкіншілігі жететін адамдарға. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Бунияль ислам аля хамс." Біздің дініміз ислам мына 5 негізден құралған дейді. 5 негізден тұрады. Біріншісі, Алладан басқа тәңірдің жоқтығына, Мұхаммед оның елшісі, пайғамбар екендігіне куәлік ету, сену, айту. Екінші, намаз оқу, Рамазан айында ораза ұстау, зекет беру, нисап мөлшеріне жетсе әрине. Ал ақшаңыз оған жетпесе, сізге зекет беру парыз емес. Мүмкіншілік келсе, қажылыққа өміріңде бір рет бару, үлкен қажылықты орындау. Осыны жасау керек. Әрбір жағдайы жеткен, мүмкіншілігі келген мұсылман. Атамыз Құнанбай қажының ұлы Ибрахим бабамыз Абай айтады:
Ораза, намаз, зекет, қаж талассыз іс. Бұған таласудың қажеті жоқ. Шамаң жетіп тұрма, бұны орындау парыз саған дейді. Міндет. Жақсы болсаң, жақсы тұт, бәрін тегіс дейді. Бәрін тегіс, жақсы тұтып, оны жақсылыққа жорып жаса дейді. Зекет беру арқылы адамдардың арасында, құрметті бауырлар, сүйіспеншілік, мейірім, махаббат орнайды. Мына бай мен кедейдің ортасында, аға, зекет деген бұл бай мен кедейдің ортасындағы үлкен бір көпір. Көпір болады. Кедей байды жақсы көреді, бай кедейге мейірленеді. Сөйтіп арасында бір-біріне деген мейір, махаббат пайда болады. Баяғыда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар тәрбиеледі, одан табиғиндер, одан аттау табиғиндер сияқты. Солардың заманында осындай көпір керемет болып, тіпті Омар ибн Абдул Азиздің заманында зекет беретін адам таппай қалған. Барлығы теңескен. Зекет, мына Қазақстанда барлық бай демей-ақ қойыңызшы, бір санаулы ғана бір байлар зекетін вовремя, осындай өз уақытында Рамазан айында беріп тұрса, біздің елде кедей болмайды ағайын. Біз қазір эгоист болып кеткенбіз. Өзім, тек қана қара басымызды ғана ойлап кетеміз. Бөлісу, зекетіңді, садақаңды беру, бір нанды бөліп жеу деген нәрсе кішкене сәл-сәл қалып бара жатқандай. Баяғы дана қазақ қылық аздау. Сондықтан осыны көбейту керек. Ол үшін бұны білу керек, айту керек, насихаттау керек. Аллаға шүкір, қазір мешіттерімізде осындай мешітке келіп жүрген иманды сіздер, Алла разы болсын, қазір мешітімізде мәселен 30 күн ауызашар беріп жатыр. Бұл мысалы басқа елдерде көбінде жоқ, бізде 30 күн үзбейді. Қанша адам келеді, бәрі тамақ ішіп, ауыз ашып, қуанып кетеді. Бұл не? Бұл біздің мешіт жамағатының қайырымдылық жасау мәдениеті қалыптасып келе жатыр деген сөз. Қандай керемет. Бір кісіге өткенде мәселен пылесос істемей қалып, пылесос алып береді. Біреу микрофон алып беріп жатыр. Біреу су, анау фильтрдің суын қойып беріп жатыр. Біреу сағат қойып беріп жатыр. Біреу Құран кітап қойып кетіп жатыр. Біреу жай намаз әкеп беріп жатыр. Бұл не? Бұл мұсылманның Алла үшін, Алла жолында бір нәрсе жасау керек деген түсінік қалыптасты. Бұған да Аллаға шүкір. Мына біздің бабалар айтады, батыр болсаң, жауыңа найзаң тисін дейді. Жауды аяған жаралы қалады ағайын, оны ұмытпаңыздар. Жауды дер кезінде оған тойтарыс беріп тұру керек. Соны айтады, сен батырсың ба? Батыр болсаң, жауға найзаң тисің дейді. Ал бай болсаң, халқыңа пайдаң тисін дейді. Ал халқыңа пайдаң тимейтін байлықтан не пайда ол? Бұл байлықты кімдер алып кетпеген? Барлығының байлығы қалады. Екі-ақ ақматан орап кетеміз. Бірақ соны кейбір жігіттер түсінеді, кейбірі түсінбейді. Қайырсыз адам сараң, құм ішінде шөлмен тең. Қайыры мол адам суаты шалқар, көлмен тең дейді. Суы көп, көлге теңеп тұр да. Сондықтан мына жастар болашақта мықты, жақсы, бай, бақуатты болсаңыздар, сол ағайын туыс, ауылды, елді, жарлы, жақыбай, кедей кепшікті ұмытпау керек. Мұсылман адам шамасы келсе, қасындағы бауырларына пайдасы тию керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, хайрун нас анфаъухум линнас. Адамның ішіндегі ең хайырлы, ең жақсы адам ол адамдарға пайдасы тиген адам. Пайғамбарымыз айтқан, мақтаған, хайырлы, жақсы адам болғыңыз келе ма? Онда шама келгенше адамдарға пайдаңызды тигізіңіз. Мына атымтай жомарт біреу бір жақсылық істесе, мәрт екен, атымтай жомарт екен деп мақтап жатады. Ол баяғыда сондай атымтай жомарт кісі болған екен. Сөйтіп елге бүкіл жақсылығын тиген. Содан қазақтың ішінде сондай мәрт жігітті көрсе, мына бір атымтай жомарт екен, ақ пейіл жан екен деп осындай жақсы сөз қалып кеткен. Сондықтан ел ішінде қойшы, ол сараң, ол жымот, ол жадный, ол бермейді деген атақтан сақтасын Алла сіздерді. Ол жігіт атымтай жомарт қой, оның қолы ашық, қолы ашықтың жолы ашық, оның көңілі пей, көңілі кең, пейілі дұрыс жігіт деген сондай атқа қалу керек иншалла. Пейіліңе қарай пейіш дейді қазақ. Пейіл дұрыс болса,
пейішке барасың деген сөз ғой. Құнанбай қажы мұсылманға қоймаған орынсыз жанжал шатақты, зекет жиіп егін сап тойдырған ғарып жатақты дейді. Еңбек етіп, егін салып, сондай ғарыпты қарнын тойдыратын болған екен да Құнанбай қажы. Абай атамыз соны айтады. Мына Ахат Шәкәрімұлы деген атамыз былай дейді Құнанбай қажы жайында. Бұрын зекет беруді білмейтін байларға малын зекет беруді орындатып, оларды нағыз нашар, кемтар, жетім жесірлерге бергізген дейді. Зекет пен садақаны қоғамда осындай үлкен маңызды орын болғандықтан, бұрынғы ақсақалдарымыз, зиялы қауым өкілдері оны әрдайым насихаттап отыратын болған екен. Ыбырай Алтынсарин бабамыз біреудің еңбегі дүниеде пайда болып табылып, бай болады, біреудегі пайда бола алмай жарлы болады. Соның ішінде пақыр міскіндерге байлардан Құдай тағала зекет, қайыр, садақаларды бұйырды. Бірақ осындай рақымды болуды Құдай тағала сүйемін, һәм ақыретте бұл қайырлардың орнына жұмақ бұйырып, мәңгі рахатта қалдырамын деп уағда етті. Құдай уәде беріп жатыр дейді. Сондай жақсылық жасағандарды Алла тағала жақсылыққа бөлейтін. Егер дүниедегі малды Құдай бергенін түсінбей, жалғыз өз малым деп бар зекет қайырдан тоқталған адамдар, яғни өзі қолынан келіп тұрғанда бөтенге қайыр етуді білмеген адам, өзгеден қайыр үміт етпесек деген екен. Шындығында, құрметті ағайын, біз зекет садақамызды беру арқылы өзіміздің нәпсімізді тазартамыз, нәпсімізді тәрбиелейміз. Мына Құранда Алла айтады, кім өзінің нәпсісін тазартса, ол адам құтылды дейді. Ол адам неден құтылды? Жалындап, жанып тұрған жаһаннам, тозақтан құтылды дейді. Ал кім нәпсісін тазартпаса, ол тұтылды дейді. Ол Құдай сақтасын, ол құрдымға кетті дейді. Нәпсісін тазарта алмаған адамдарды Алла тағала бақытсыз деп отыр. Қасиетті Құранда Хашр сүресінің 9-шы аятында Алла тағала айтады, кім өзінің сараңдығынан сақталған болса, міне солар табысқа жетушілер дейді. Қараңыз, өзін сараңдықтан сақтай білсе, олар табысқа жетеді дейді. Қасиетті Тәуба сүресінде Алла тағала айтады, хуз мин амуалихим садақа tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Сен ана байлардың малынан зекет ал дейді. Садақа зекетін ал дейді. Олардың малдары көбейіп, берекет табу үшін. Сол арқылы тазартып, күнәларынан оларды арылт дейді. Пайғамбарымызға айтып отыр ғой, Мұхаммед пайғамбарымызға. Ана байлардың малынан алып, зекет садақасын кедей-кепшікке үлестіріп бер дейді. Олар тазарат дейді сол арқылы. Құранда Тәубе сүресінде. Қабілиса жырау бабамыз айтады, әй мұсылман жарандар, малыңнан зекет беріңіз, бірлігін хақтың біліңіз, хақ жолымен жүріңіз, пәк болады дініңіз дейді. Қараңыз, бабамыз не айтып тұр. Сондықтан құрметті ағайын, біз осындай тектілердің ұрпағымыз. Тектілердің ұрпағы әрқашанда олар өзінің тектілігін көрсетіп жүру керек. Ләин шакартум лә азиданнакум дейді Алла тағала. Егер менің берген несібеме сен шүкір етсең, мысалы Алла тағала саған 100 мың теңге берсе, оның бәрін бермей ақ қой, 2,5% бер. 100 мың теңгенің 2500 теңгесін Құдай жолына садақа қылып берші, Құдай мына 97.500 теңгені сақтайды. Банкротқа, инфляция басқаға түспейді адам. Сақталады. Алла уәде беріп тұр, мен оны сақтайын дейді. Қараңыз. Біз 16 жыл болды осы мешітте молда имам болып жүргенімізге. Сонда мына көптің ішінен бір 3-4 жігіт шығады, зекетімді берейінші деп. Солар постоянно үзбей зекетін береді. Бірақ олар қандай кризис, қандай нәрсе ұрса да, еш уақытта олар бизнесі банкротқа ұшырамай, аман есен өтіп келе жатыр. Небір қиындықтардан. Наоборот, кейде көбейіп кетіп жатыр деп өздері айтады, қуанып. Сөйтеді да, ақшаларын әкеп, бүкіл көп балалы мамаларды, аналарды жинап, зекеттерін таратып беріп кетеді қолдарына. Бірақ жыл сайын олардікі не істейді? Жаңа бизнесі берекеге бөленіп, одан сайын көбейіп отырады. Сондықтан Алла тағала сіздерге де сондай үлкен
жақсылықты, бизнес берсін. Бай болыңыздар, малды болыңыздар. Мынандай мешіт, медресе, больница, мектеп, школ, жол, көпір, су шығаратын сондай сауапты істер жасаңыздар иншалла. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, имам Байхақиде келген хадисте, мал мүліктеріңді зекетпен қорғаңдар. Хадис, қорға, сақта деп тұр, қара. Біздікілер жаңа берсек азайып қалады деп ойлайды. Жоқ, наоборот, сен берсең, мынау қорғалады. Мынанша берсең, мынау мынаншасы қорғалады, сақталады деп тұр Алла тағала. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осындай керемет нәрселерді біздерге үйретеді, құрметті жамағат. Садақа ешбір малды, дүниені, ақшаны кеметпейді. Алла біреуге кешірім жасаған пендесінің абыройын асырады. Кімде-кім Алла үшін кішіпейіл болса, Алла оның дәрежесін көтереді. Бақара сүресінде Құранда Құдай айтады, Алла жолында малды, ақшаны, дүниені сарып қылғандардың мысалы 7 бірдей масақ шығарған, әр масағында 100 дәні бар, дәнек тәрізді. Әрі Алла кімге қаласа неше есе арттыра береді. Алла тым кең, әр нәрсені білуші дейді. Бір қисса айта кетейік. Бірде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айша анамызға айтады, бір жаңа қойды сойып адамдарға таратады, сөйтіп бір бөлігін алып қалады. Соң Айша анамыздан сұрайды, қойдың бір қолынан басқа ештеңе қалмады дейді Айша анамыз. Бәрін тараттық, бірақ бір қолы өзіміздің үйге қалды дейді. Сонда ардақты пайғамбарымыз айтқан екен, қойдың бір қолынан басқа еш нәрсе бізге қалмаған екен ғой. Үйге қалған біреуден басқа таратқандардың барлығы Алла жолында садақа таратқан. Ол біз үшін пайдалы. Ертең о дүниеде оның есесін, сауабын көреміз деп айтқан екен. Қасиетті Құран кәрімде Алла тағала айтады, кімде-кім бір жақсылықпен келсе, оған сол жақсылық үшін 10 есе сауап жазылады дейді. Қараңыз, Құранда Алла айтып тұр. Құранда айтса, демек ол ақиқат. Бір жақсылық жасайсың, ол 10 есеге еселенеді деп Алла айтып тұр. Енді бірде Биби Фатима анамыз, Хадиша анамыздың қызы, Хазірет Әлидің жары. Сол кісі айтады, я Әли, мен бір анар жегім кеп тұр дейді. Сөйтіп Хазірет Әли барып, анар сатып алып келе жатқан кезде жолда бір үлкен қарт кісіні көреді. Қарны аш, жұпыны, сөйтіп көмек беруін сұрайды. Сонда қолындағы бір анарды Алла разылығы үшін шын ықыласымен әлгі мұқтажға беріп жегізіп кетеді. Сөйтіп үйге келіп, анамызға, Фатима анамызға айтады, ей Фатима, жолда осындай бір кедей, сондай пақыр, настоящий бір мұқтаж адам ғой енді. Сол жолықты соған беріп кеттім. Кешірші, саған осылай әкеле алмадым. Сонда Фатима анамыз айтады, сіз қам жемеңіз. Сіз ана кісіге берген кезде, мен анар жеуге деген тәбетім, аппетитім кішкене басылды дейді. Содан біраз уақыт өткеннен кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Фатиманың үйіне сондай 10 анар беріп жүрген екен. 10 штук. Сөйтіп тоқылдатып біреу әкеп береді да, санаса 9 екен. Сосын Хазірет Әли анадан сұрайды, әкеп тұрғаннан, мынаның біреуі қайда деп. Сонда ол кісі айтады, мен жолда келе жатып қызығып кетіп, өзім жедім біреуін дейді. Сосын ана таң қалып сұрайды, бұл жерде 10 штук екен, сіз қайдан біліп қойдыңыз дейді. Сонда айтады, Алланың уәдесі бар дейді. Кім Алла жолында бір жақсылық жасаса, ол 10 есе болып қайтатын. Мен соған мына аятқа сүйеніп айтып тұрмын дегенде, әлгі адам солай таң қалған екен. Сөйтіп, жаңағы Фатима анамызға сол анардан жегізген екен. Яғни көрдіңіз, сұраушыны қайтармаңдар деген Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисі бар. Сенен біреу бір нәрсе бүйтіп келіп сұрады ма? Сен оған бір жымиып жақсы сөз айт. Болмаса жақсылап бер көмек. Болмаса бір 100 теңге болса да, оның көңіл деген қымбат бауырлар. Көңілін сындырмас үшін кішкентай болса да ниет етіп беріп қою керек. Мына сұраушының қолын қақпа дейді. Сұраушыны зекіме дейді. Сұраушыны ұрыспа дейді. Қараңыз, оған барынша мейірім танып дейді. Кішкене болса да бір көңіл бөлуге тырысу керек екен. Сондықтан құрметті ағайын, Алла тағала мына сіздерге баршамызға әрқашанда сұраушының көңілін қалдырмайтын жақсылардан қылсын.
Тәубе сүресі 60 аятында Алла тағала былай деп айтады: иннама садақату лил фуқара вал масакин вал амилин алайха. Яғни бұл аяттың жалғасы былай: сендер зекеттеріңді жоқ жітікке, кедейге, зекет жинаушыға және ислам дінін жаңадан қабылдағандарға, құлды, біреу құл болса соның ақшасын төлеп азат етіп жіберуге, сосын біреу қатты қарызға батса, сол қарызға батқан адамдарды қарызынан құтқару үшін Алла жолында, яғни жүрген адамдарға, жолда қалған жолаушыға зекеттеріңді беріңдер дейді. Яғни бірінші мұқтаж дегеніміз бай болып саналмайтын, нисап мөлшерінде дүние мүлкі жоқ адамдарды айтамыз. Үйі жоқ, көлігі жоқ. Қазір үлкен Алматы сияқты қалада, мәселен, жалдамалы пәтерде тұрады, өзі кішкентай бір 30-40 мың айлыққа күн көреді. Сондай адам болса, оған зекет беруге болады. Екінші, кедейлерге. Кедейлер деп ештеңесі жоқ адамдарды айтамыз. Дым жоқ. Пақыр, міскін деп бөлінеді. Сондай адамға зекетті беру керек. Зекет жинаушы адамға зекет беріледі. Сосын жүректері жұмсалған деген жаңағы ислам дінін жаңадан қабылдағандар болды ғой. Басқа дінден кеп. Соларға қызықтыру үшін, мынау ораза айында берілетін біздің подарка, зекет деп таратса болады. Сосын құлды азат етуге. Сосын борыш, қарызы бар кісілер бар ғой. Мынандай кісілер емес. Дәу, кәтежі бар, бәленбай кредитке машина алып алған джип. Ондай адамдарға емес. Қарызға батқан деген дымы жоқ, нисап мөлшерінде байлығы жоқ. Бірақ қарызы көп адамды қарыздан құтылу үшін оған зекетті бөліп беруге болады. Алла жолындағы адамдарға, бұлар Алла жолындағы дін қызметкерлері. Білесіздер, мешіттегі наиб имам, азаншы, ұстаз, сіздерге тарауихта қари қатым өтіп отқандар, мысалы, не акимат, не муфтият, не басқасы көмек бермейді. Мына кісілерді жарылқайтын жамағат сіздерсіздер. Сіздердің себептеріңізбен бұл кісілер басқа дүние қуып кетпей, басқа бизнесте кетпей, осы Құранды азаннан кешке дейін жаттап, сіздерге айтып, хатым етіп өткізіп жүрген осындай дін жолындағы адамдарға жаңағы зекеттеріңізден бір бөлігін ниет етіп берсеңіздер, үлкен сауап болады екен. 8-ші, жолаушыға. Біреу жолда қалып кетті. Или бір Түркияда, Өзбекстанда, Қырғызстанда тұрады, бірақ жолда қалып кетті. Жағдай жоқ, ақша жоқ, дым жоқ. Соған зекетіңізді үйіңе, семьяңа, бала-шағаңа жетіп ал деп көмектессе, нұр үстінен нұр болады. Зекет кімге берілмейді ағайын? Әке-шешеңе, ата-әжеңе бермейсің, өзіңнің ұлыңа, қызыңа бермейсің, немереңе бермейсің, әл-ауқатты бай адамға бермейсің, мұсылман емес кәпірлерге бермейсің. Ерлі-зайыптылар бір-біріне зекет бермейді. Зекеттің әдептері шын, ад-души, таза көңілмен бересіз. Біреуге берсеңіз, оған міндетсінбейсіз, оны ренжітпейсіз. Иман келтіргендер, мал дүниесін адамдарға рия үшін жұмсап, Аллаға қиямет күніне сенбейтін біреу секілді садақаларыңды міндетсініп, ренжіту арқылы зая кетірмеңдер, деп Алла тағала айтқан екен. Иман келтіргендер, тапқандарыңнан және біз сендерге жерден шығарып бергенімізден бидай егет, біреу огород егет, соның ең жақсысынан садақа етіп жұмсаңдар, әрі көздеріңді жұмып тұрып болмаса, өздерің де алмайтын нашар нәрсені жұмсауға талпынбаңдар. Алланы аса бай, өте мақтаулы екенін біліңдер. Ең жақсысынан бересіздер. Ақшаның ең үлкені 20 мың ба? 20 мың теңге беріңіз. Ең мықты $100 ма? Кәдімгі доллармен әкеп тарататындай, Алла тағала сіздерге мол байлық берсін ағайын. Енді ең абзал садақа бұл осы қасиетті ораза айында берілген садақа екен. Сондықтан болашақта білмесеңіздер біліп жүріңіздер, ораза айында сол жаңағы бизнесте жүрген ақшаларыңыздың бәрін есептеп, содан мәселен сіз жылдық табысыңыз қанша? Мәселен 1 миллион теңге ма? Соның 2,5% Алла жолында бересің. Мен бағана айтқан Құранда жазған бұл Құдай жазған, Құдайдың сөзі. 8 түрлі адамға бересті. 2,5%. Жігіттер, көп емес. 1 миллионның 2,5% қанша теңге? Аргеті 25 мың теңге. 25 мыңды бересіз, мына 975 мың теңге келесі жылға сақталады.
Бизнес банкротқа ұшырап қалмай, бәлеге ұшырамай сақталады. Және бұл сақталып қана қоймайды. Жігіттер, бұл көбейеді. Қараңыз, Алла тағала бұны көбейді. Алла берекетін береді. Ал сіз таңнан кешке дейін өліп талып істеп жүрген жұмыста Құдай берекетін бермесе, тіпәйгейсің, ол 5 дейін болмайды. Сондықтан, құрметті ағалар, құрметті бизнесмендер, құлақтарыңызға алтын сырға, мына ауылдағы мешіттегі кедей кепшік мұсылман бауырларыңызды ұмытпаңыздар. Мына дінді түсінген, жұма намазды жақсы көрген сіздер бермесеңіздер, кім береді? Ана көшеде пиво ашып, арақ ішіп, ночной клубқа барып, қатындарға барып жүрген зинақорлар бере ме? Вообще бермейді олар. Олар жәндерді ашмайды. Біреу аш жатыр ма? Біреу қиналып жүр ма? Біреу рак болып ауырып жатыр ма больницада? Біреу жылап жатыр ма? Оларға 5 дейін. Олар нәпсісін қандырып, сол қызығына батып, арағын ішіп жүрсе болды оған. Сол жетеді. Құдай сақтасын. Сондықтан құрметті бауырлар, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, кімде-кім көршісі аш жатып, өзі тоқ ұйықтаса, ол бізден емес дейді. Ауыр сөз, хадис, бізден емес дейді. Ол яғни мұсылмандардан емес деп тұр, Құдай сақтасын. Сондықтан бауырлар, біз бір құрманы қақ бөліп жеген кешегі ансар, мұхажир, сахабаның ұрпағымыз. Бір нанды қақ бөліп жүрген мұсылманның ұрпағымыз. Біздің аталар кезінде мына күрттер, түріктер, басқалар келді ғой Қазақстанда. Ана Сталиннің басқа кімдердің айдауымен. Сонда пойызға бүйтіп тас лақтырғанда құрт лақтырған екен, тас лақтырған. Соған құртты жеп, біздің аталарымыздың берген нанын жеп, біздің аталарымыз жер беріп, огород ек, мал бақ деп сондай көмегімен сол мұсылман бауырлар аман қалған. Сонда қараңыз, иннамал муъминуна ихва. Мұсылманға бауыр, бір-біріне зекет садақасын беру керек, олар көмектесу керек дегенде ұқтырып тұр. Сондықтан құрметті ағалар, біздің әлем мұсылмандары, түркі даласы біріккен кезде, біз осылай шариғатымызды мықты ұстанған кезде, біз мықты елге айналамыз. Біз әлем мұсылмандарына көмектесетін ел боламыз, Құдай қаласа. Алла разы болсын тыңдағандарыңызға. Жаратқан Алла елде ешқандай кедей, кепшік, пақыр, міскінді болдырмасын. Алла тағала әрбір қиналған бауырларымызға мына байлар зекетін беріп, Алла тағала разы үшін көмектесетін сондай жақсыларды Құдай көп қылсын. Ел аман болсын, жұрт тыныш болсын. Дуа тілектер, мына ораза айында берген зекет садақалар, пітірлер, ауызашар беріп жатырмыз. Мына мешіттегі әрбір жасалып жатқан игі істеріңіз, ұстаған оразаларыңыз, оққан тарауих намаздарыңыз, пітір садақалар қабыл болсын. Аумин, Аллаху акбар. Алла разы болсын. Тыңдағандарыңызға рахмет.